Жағымпазды қаныма өткен бедің, көрмеді сол себепті көктемделім. Әй, неге біздер әкім көрсек әспеттейміз, өтірікке толтырып өткен жерін. Неге біз депутат көрсек дым қызармай, мақтаймыз жет атасын өскен жерін. Неге біз президентті пір тұтамыз, ұмытып талайғанды төккендерін. Періштедей кінәсіз құбылықтаймыз, ұмытып көкірегіңден тепкен жерін. Кім болса да халықтың қызметшісі, осыны шығармаңдар естен делім. Даусыңды жұмыскер бол деп бергенсің, президентке қылмыскер бол деп бермедің. Әділ сайлау жасай алмай келе жатсың, сайлауың әділ болса өштермедің. Әбден елді қанады бастық мастық, қолыңды мезгілінен кеш сермедің. Теріңе дейін сыпырып сатқалы тұр төрге оздырған тырнақшада тектерлерің. Адамның ішіндегі аласындай басшылар бар елімде қап осындай. Халық қандық санада қалып қойған, сұраусыз патша басын алатындай. Сондықтан президентке пікір айту жазалардың ең ауыр жазасындай. Орта Азияның президенттері мұны біліп құтырған бар ғаламның қожасындай. Президенттік лауазымға отырған соң бар халық менікі деп қалатындай, бар билік менікі деп қалатындай, сосын өзі меншіктеп алатындай. Бар байлықтың иесі елді ұмытып, саудаға елдің мүлкін салатындай. Бір кигені миллионға баратындай, бір жегені бір жылдық жалақындай. Шынында президент деген тек қызмет, елді көкке көтерер қанатыңдай. Президент пен дәрігер бірдей адам, бәрі делге қызметтің санатындай. Пірменен президентті айыра алсаң, сонда елім жұлдызың жанатындай. Отырған соң еліңнен салықтала, бетіне жүрмеңіздер салық сала. Халық деген биліктің заңды есі, берер болсам егерде анықтама. Адам деген мемлекеттің бар байлығы, байлығыңды басынып шарықтама. Қараңғы қапасқа да жібереді, шығарған елің сені жарыққа да. Президентке жағынбаңдар басшыларым, жүріңіздер жақсылық бағыттала. Орнымда ұзақ отырам десеңіздер, алыңыздар алдымен анық баға. Президент емес халыққа жағыныңдар, мәңгі тақта отырар халық қана. Чындық өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.